бір өткенде бір кісі мына сөз айтып қалды да, ақылды әйел, сұлу ат, ер жігіттің қайрағы дейді. Сонда неге олай айттыңыз деген кезде айтады да, егер сенің әйелің ақылды болса, егер сенің көлігің сұлу болса дейді, сол замандағы ат қазіргі замандағы көлік қой. Ол екі нәрсе дейді, сені үнемі қайрап тұрады дейді. Басын салбырап бара жатқан кезде саған жігер беріп тұрады. Өз басым мысалға қанша көлік ауыстырдым. Кез келген нәрсені айтпай тұрып, бір тексеріп алған ұнатамын да. Сол үшін көру үшін шынымен де қаншалықты ол маңызды. Әртүрлі көлік айдап көрдім. Түбінде мен келген дүнием көлік айтқан кезде саған ұнайтын болу керек, сенің жан дүниеңе сай болу керек. Егер сенің жан дүниең жылдамдықты қаласа, онда көлігің жылдам болу керек. Егер сенің жан дүниең тұрақтылықты қаласа, онда сенің көлігің жаңағыдай бұзыла бермейтін тұрақты көлік болу керек. Бастысы ол маған ұнайтын болу керек. Өйткені көлігім маған ұнаса, әр отырған сайын, әрбір оталдырған сайын, әрбір жүрген сайын ол мені шынымен де қайрап тұрады да. Сол үшін ол пікірге мен келістім. Тәжірибе жүзінде 2-3 жыл әртүрлі көліктерді айдап көріп, мен түсіндім, действительно ер азамат үшін көлік болу керек, және ол көлік оған ұнау керек. Сол кезде ол шынымен де ер жігіттің қайрағы деген сөзге тура келеді.